Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ақыл арнасы жобасы аясында бүгін біз ұстаздық ұлы қызмет тақырыбында сұхбат жүргізбекпіз. Бүгін бізде қонақта номер 5-ші Шонжы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Кутахунова Михрибан Камуновна. Ұстаздық қызметтің құндылығы және жауапкершілігі туралы әңгімелесетін боламыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы Михрибан ханым, осы салаға қалай келдіңіз? Мен бұл салаға кішкентайымнан армандап келдім. Мен мектепте оқып жүрген кезде ұстаздарға қарап, сол ұстаздар сияқты ұстаз болуына армандағам. Қазір сол арманыма жетіп, бастауыш сынып мұғалім болып істеп жатырмын. Бұл салада істеп жатқаныма 37 жыл болды. Көптеген оқушыларды шығардым. Соның ішінде алтын белгі бітірген оқушыларым да бар. Оқушыларымның ішінде жоғарғы білімді балаларым қазіргі жоғарғы орындарда істеп жатқан, өздерді дамытып жатқан оқушыларым бар. Солардың жетістіктері мен өзімді мақтаныштаймын. Керемет. Жалпы осы ұстаз ретінде өзіңіздің негізгі білім беру философияңызды қалай сипаттар едіңіз? Менің білім беру философиям әрбір оқушының бойындағы қабілетін ашу және дамыту. Ұстаз ретінде оқушыларды ынталандыру және шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қандай әдіс тәсілдер қолданасыз? Бастауыш сыныпта әрбір баланың шығармашылық қабілетін дамыту үшін ойын элементтеріне, шығармашылық тапсырмаларды жиі қолданамын. Қазіргі кезде білім беру саласында инновациялық тәсілдер мен технологияларды қолдану өте маңызды. Өз пәніңізді оқытуда қандай инновациялық тәсілдер және технологияларды енгізуге тырысасыз? Мен өз сабақтарымда интерактивный тақтамен ойын элементтерді қолданамын. Және жаңа платформаларды, жасанды интеллекті өз сабағымда пайдаланамын. Ұстаздық қызметте оқушылардың жетістіктері мен жетілуі сіз үшін қаншалықты маңызды? Оқушыларымның жетістігі мен үшін өте маңызды. Әрбір оқушының жеткен жетістігі менің жұмысымның жемісі. Дұрыс айтасыз, шәкірттерінің жетістіктерін көрген әрбір ұстаз өзінің қызметінің мәнін сезінеді. Білім беру саласында қандай өзгерістерді енгізуді қалайсыз? Әрбір мұғалімнің қоғам алдындағы жауапкершілігі қандай болу керек? Қоғам алдында біздің үлкен жауапкершілігіміз бар. Оқушылар тек қана біліммен емес, адамгершілікпен, рухани байлықпен қаруландыруымыз қажет. Ұстаздық жолда ең есте қаларлық сәтіңіз қандай? Менің есте қаларлық сәтім менің 11 сынып оқушылары үйге құттықтап келгені. Себебі біз оларды күтпейміз. Біз 4 сыныпты бітіріп кеткен соң, ол балалар жоғарғы сынып оқушылары болады. 11 сыныпты бітіргенде келеді деп те ойлаған жоқпын. Олар келгенде мен өте қуанышты болдым. Сол сәт әлі есімде. Бұл сіздің еңбегіңіздің жемісі десек болады. Рахмет. Ыбырай Алтынсарин төсбелгісін алу үшін қандай күш-жігер, еңбек қажет болды? Алтынсарин төсбелгісін алу үлкен жауапкершілік пен еңбекті қажет етеді. Бұл төсбелгі менің ұстаздық қызметімнің бағалану ғана емес, шәкірттерімге болған сүйіспеншіліктің нәтижесі. Бұл жолда үздіксіз жұмыс істеп, өзімді дамыту қажет болды. Қазіргі жас мұғалімдерге берер кеңесіңіз қандай? Жас мұғалімдерге айтар кеңесім, оқушылармен жұмыс істегенде оқушылардың жүрегіне жол табу және олардың рухани дамуына үлес қосу. Сонымен қатар өз мамандығын сүю. Сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет. Сізге шығармашылық табыс, жемісті жұмыс тілейміз. Сіздерге де рахмет, мен сұхбатқа шақырғандарыңыз үшін. Құрметті көрермендер, осымен сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Ұстаздық қызметтің негізгі мәнін түсіну өте маңызды. Сіздерге сұхбатымыз пайдалы болды деген сенімдеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.